Саламатсыздар ма? Өтіп кеткен тақырыпта таулы мұздық бедерлері бойынша біз карлы мұздық фирндерді қарастырдық. Щукин тау мұздықтарын бірнеше түрге ажыратты деп айтып кеткем. Ол бірнеше 10 шақты, соны біріншісі кар мұздық фирнінен бастап біз Норвегия немесе Скандинавия мұздықтарына тоқтап кеттік. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, осы Норвегия, Скандинавия мұздықтарының көрінісі енді таулы мұздықтар, жамылғы мұздықтар арасында өтпелі мұздықтар, то есть бұларды переходные ледники деп айтады орысша. Мұздықтардың бұндай түрлері үстірт тәрізді текстелген тау өлкесін алып жатады. Ледниковый языки дейтін, немесе орысша мұздықтық тілдерге ұқсап тұрғанын мына суретте көріп тұрсыздар. Енді бүгінгі тақырыбымызды ары қарай жалғастырып кетейік. Бедердің карпішіні аяздан бірте үгілу әрекетінен қабырғаларды шегіну есебінен гравитациялық құбылыстар мен мұздықтың түйірлі материалы төмен сырғыту есебінен ұлғаяды. Көлемдері ұлғая келе, көршілес жатқан карлар бір-бірімен қосылады. Беткейлер бойында ірі және күрделі келген ерекше бедер пішінін мұздық циркін құрайды. Сөйтіп, карлар мен цирктер мұздықтың қиратқыш жұмыстарының және беткей процестерінің нәтижесі болып табылады. Алдыңғы тақырыпта мен сіздерге карлардың, цирктердің көрінісін көрсетіп кеткенмін. Кар бедер пішінінің дамуы үшін ең қолайсы тау беткейлерінің теріскей құлама жағы. Әсіресе бедердің мұнандай пішіндері таулардың берік тау жыныстардан тұратын құзды өңірлерінде айқын білініп, ұзақ уақыт сақталып, таудың ерекше бір көрінісін жасайды. Ал осал икемді тау жыныстар өңірінде олар өздерінің морфологиялық белгісін тез жоғалтып, сыртқы пішіні су жинағыш шұңқырларға ұқсап кетеді. Сонымен қар деп қазіргі кезеңгі немесе байырғы мұз басу дамыған тау беткейінің жоғарғы бөлігінде түзілген тостаған тәрізді табиғи ойынқыны айтамыз. Енді суретте мына жерде карлардың бейнесін көрсетіп кетейін. Карлы мұздықтарын ойынқыда жиналған суды көріп тұрсыздар. Екіншіден, бұл уже мұзға айналған кесі. Сонымен қар деп қазіргі кезеңгі немесе байырғы мұз басу дамыған тау беткейінің жоғарғы бөлігінде түзілген тостаған тәрізді табиғи ойынқы. Қарлар мен цирктер әдетте аңғарлық мұздықтардың негізгі қоректену көзі рөлін атқарады. Егер көршілес жатқан цирктер ішінара жартылай қосылып кетсе, тау өлкелерінде жеке шошайып тұрған пирамида тәрізді карлингтер деген шыңдар сақталуы мүмкін. Мұздық цирктері, карлингтер мен құздық қырқалар осы заманғы мұз басуымен қамтылған тау бедерінің нағыз өзіне тән кең таралған пішіндері. Мұндай көрініс альпілік бедер деп атайды. Таудағы мұз басу жағдайы кардың шекара деңгейіне байланысты
болғандықтан альпілік бедері таудың әрі биіктеріне кездесуі мүмкін. Енді бұл жерде біз мынау іле тауының көрсетіп кетуге болады ұқсас. Так, келесі сабақта сіздерге көрсетіп кетем осы іле тауының көрінісін ары қарай жалғастырған кезде. Мұздық цирктерінің тектоникалық тыныштық және ауа райының бір қалыпты жағдайында жан-жаққа ұлғайтып кеңеюі фирн бассейнде сол деңгейінде шеткі жақтағы тау жоталары мен шыңдардың кемірілуіне немесе өзінше педипленделуіне әкеп соғады. Педиплен дегенімізді біз өтіп кеткен тақырыптарда қарастырып кеткенбіз. Педиплен деген не? Нәтижесінде таулы өлкелерде эквиплен деген педипленге ұқсас тау бедері түзіледі. Әрине, эквипленнің қалыптасуы тау өлкелеріндегі қар шекарасының деңгейіне байланысты болады. Мұздық тау бедерінің және эквипленнің пайда болу үлгісі өтіп кеткен карлингтер мен троктар суретінде көрсетіп кеткем сіздерге. Өтіп кеткен курстарыңызды ашсаңыздар, барлығы көрсетіліп тұр. Плейстоцен кезінде әрі қарқынды мұз басуына байланысты және жаңа тектоникалық қозғалыстар нәтижесінде қар шекарасының биіктік деңгейі бірнеше мәрте өзгерген. Сондықтан таудың әр деңгейінде қар баспалдақтары деген бірнеше қатарды құрған цирк сериялары түзілген. Келесі жолы осы көріністі сіздерге көрсетіп кетемін. Айтып, қазіргі кезде әр биіктікте цирктер әр түрлі даму барысында ең биіктері жастары мұздықтармен тұтасып, ең төмендігілері ежелгі дейді оларды, морфологиялық көрінісі жоғалтып, шағын көлдер мен шабындықтарға қайындасып жатады. Кар пішіндерінің сатылы түрде орналасуы палеогеоморфологиялық және жаңа тектоникалық қозғалыстарды зерттеу үлкен роль атқарады. Өйткені ол плейстоценнің әр кезіндегі көне қар шекарасының деңгейіне және биік тау бедерінің қалыптасу тарихын зерттеп білу мүмкіншілігін қамтамасыз етеді. Енді мұздықтардың келесі сатыларының қалай қалыптасады екенін мен сіздерге келесі